Қазіргі кезде осындай киімдерді кию сәнге айналды. Сонда Найман болыптысың ғой, иә. Дұрыс, Найман ішінде кімсің? Матайсың ба? Дұрыс. Матайдың ішінде кімсің? Сұртайсың ба? Дұрыс, Сұртайдың ішінде кімсің? Бұл қойындашы, не ойнап тұрсыңдар? Не бол? Финалда ешкім істемеген нәрсені істеу керек. Даже Есенаға істемеген нәрсені істеу керек бізге. Не істеу керек? Депутат болу керек. Сенен депутат шықпай? Мен дайында, лозунгтарын дайын мен. Қарындас, мүмкін сіздің үйге барамыз? Менің үйім жоқ қой. Шешеміз. Тұрсынбек Сәлімбеков, қол жетімді баспана, қол жетімді қыздарға. Бауырым, отыршке әңгімелесейік. Тұрсынбек Сәлімбеков, мен жалғыз отырмайым. Қарындас, енді моншада жүрсіз ғой, бір орамал алып жүрсеңізші. Тұрсынбек Сәлімбеков, орамалға тыйым салмаймыз. Саламатсыз ба? Маған 5 туалетный болуға келсінші. Тұрсынбек Сәлімбеков, менің артым таза. Тұрсынбек, сен депутат бола алмайсың. Саған ешкім дауыс бермейді. Олжас, мен саған по секрету айтайын. Депутат болу үшін дауыстың керегі жоқ. Сен заңға қайшы нәрсе істеп отырсың. Мен заңмен қорқытпай қойшы, мен оның бәрін оқымағам. Жақында Алматы қаласында 50 Cent'тің концерті өткен болатын. Сол концерттен кейін. Thank you guys, thank you Алматы, thank you Қазақстан, және де ішкі саясат бөлімінің бастығы Жанұзақ Саин дауыс беремін. Жігіттер жиналыңдаршы ортаға. Кемре ол. Финал бұл жүрді бірге жүрді, Тұрсынбек қайда? Білмеймін ғой мен де. Не істеп жүрсің, Тұрсынбек? Әдемі екен, ойынға кел. Мынау не үшін? Астана халық көз тірісіне көркетсін елердің қандай болатын. Осыған бола қаншама ақша құрттың ба? Мен түк емес қой, өкімет осыған бола қаншама ақша құртты. Ойлаңыздаршы, аэропорттан вокзалға бару үшін 1,5 миллиард доллар құртқан ғой. Такси шақырсасын 5.000 теңге қосу. Тым болмаса вокзалды аэропорттың қасына қой, арзанға шығушы еді. ЛРТ-ға отырған адамдардан ЛРТ үшін отырып кеткенден саны көбейіп кетті ғой. Тұрсынбек, мен сені түсінбедім. Жігіттер, мен Тұрсынбек түсінген сияқтымын. Тұрсынбек мына транспортты Жайдарман деп алып тұр. Ал Есенаға сол транспорттың жүргізушісі. Яғни бүгін біздің де соңғы аялдамамыздың уақыты келді. Солай ғой Тұрсынбек? Олай да болды, негізі айтып күшті отыр. Құрметті Есенаға, біз осы уақытқа дейін мына транспорттың ішінде қаншама үлкен кісілерге орын беріп келдік. Бүгін ойлап қарасам, сол орынға отыруға біздің де уақытымыз келген сияқты Есенаға. Қош бол, күлім көз, көрермен. Қоштас кетті ма анау? Кетіп қалды ғой анау. Басақ па, екі конкурс бар ғой. Осы бар ғой, жармес па бірдеңе бар ғой. Қуады ғой. Бірақ қанша жерін жармес болса сөздер тебеді екен жүректен.